келесі аптадан бастап мектепке келуші болма. Болды ағай, кешіріңізші, соңғы рет мүмкіндік беріңізші. Не? Соңғы рет деп қанша мәрте уәде бердің? Бәрі қайталап тұрсың. Осыдан сен мектептен шығармасам, директор атым құрсын. Бірақ ағай, мен келесі аптада осы мектептің атынан футболға жарысқа баруым керек. Болды доғар, қайта маған рахмет айт. Шешең ауыр тимесін деп мектептен шығарып жатқанымызды айтқан жоқпын. Бәрін өзің түсіндіресің, бар кет. Боссын бар. Мектептегілер, кегілер, келіп жүрі қалаға, бойжеткенде, мен серілер. Жігіттер, жақында біз мектеп бітіреміз. 25 май мектеп бітіріп кеше, ол өмірде бір ақ рет болады. Сол үшін не істеу керек? Тілдерін жұтып алғансыңдар ма? Айтасыңдар ма, или сендерге айтқызу керек па? Қайталап сұрайын, не істеу керек? Жақсылап ерекше қылып өткізу керек, братан. Дұрыс. Ол үшін не керек? Ол үшін ақша керек. Молодец. Жігіттің миы бар екен. Бітіру кешін әдемі өткізу үшін бізден ақшада проблема болмау керек. Ал сол ақшаны мына өздерін қамтамасыз етесіңдер. Бірақ братан, ол көп ақша ғой, қайдан табамыз? Боти, проблемаларыңды айт, миымды ашытпашы сен. Бірақ ол көп ақша ғой, қайдан табамыз? Боти, миымды тақтай қылмашы, шықсыз сен ортаға. Жоқ, керек емес, братан. Шық деймін мен саған. Қыздар! Қыздар дейм! Ау, не болды сонша құлақты жардың ғой? Не бәрін телефонға кіріп кеткенсіңдер? Айта берші. Не істейміз? Нені не істейміз? Нені не істейміз деген нес? 25 майды не істейміз? Қандай көйлек киеміз? Жалпы біздің кеш қай жерде өтеді? Ой, сол ма? Мен сені ұбытын айтып жатырма десем. Енді ұбытқа да дайындаламыз ғой. Бірақ алдыңғы жылғы түлектер ұқсап пазо болып қалмайықшы. Жоқ, ойындамашы, ондай болмайды. Бастысы мектеп бітіру вальсіне жақсылап дайындалсақ болғаны. Ал мен ұбытыдан сұрықтан сұрақ бал жинап оқуға түсемін. Оған әлі 2 ай бар ғой, дайындалып үлгереміз. Бірінші кезекте ұбытыны ойлайық. Әй қайдам, бұлай жүре берсек 2 айда да үлгермейміз. Біздің балдар торымыз ғой, жүр ғой әлі. Шынымен, солар не істеп жүр екен өзі? Сен тілің өзіңе бағынбайды ау дейм, Жоқ, ол емес, братан. Тыныш, киімін шеш. Керек емес, братан. Керек, давай, шеш. Жігіттер шынымен артық кетпей қоясыңдар. Шал, осыларды қорғамай қойшы, шешеймін саған. Естіп аңдар. 10-дар 15 мыңнан, 9-дар 10 мыңнан, 8-дар 5 мыңнан, ал 7-лер 2 мыңнан ақ білет, түсіндіңдер ма? Оны біреу есін болса, сендерге косяк. Айтпақшы, араларыңда оның жарысын көрмей тұрмын ғой. Макс деген типа футболистерің, Айтпақшы, олар көрінбейді ғой. Сашко, кән классастарың? Негізі шақырған едім, білмеймін қайда жүргендерін. Оларға сөз өтпейін болған ма не? Ертең Макспен жақсылап сөйлесеміз. Ертең сөйлесіп орнына қойып тастау керек. Сендерге бәрі түсінікті ғой дейм. Барып ақша табудың жолын табыңдар. Не дай боп біреу естісін, құлақтарыңды сындырам. Түсіндіңдер ма? Кет деймін саған ертең. Қалайсың, Ғалия? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Нема сендердің жарыстарың қашан? Ертең ғой? Дайындықтарың қалай? Әзірге жақсы, бірақ білмеймін, ертең жарыста көреміз. Доп, домалақ, екі жаққа да домалап кетуі мүмкін. Бірақ дайындықтарың күшті болса, міндетті түрде ұтасыңдар. Өзіңдеші, айтпақшы, сен футболға жарысқа барам деп едің ғой. Ол жарыс келесі аптада болады. Біз сол команданы жеңсек, финалға шығамыз. Сәттілік. Рахмет, саған да. Ертең жақсылап ойна, сен көрге келем.
Жарайды онда, мен жаттуға барайын. Апай іздеп жатқан шығар мені. Вот. Көріскенше. Саламатсыздар ма? Қазір жастар. Қыздар, кстати, не дегенмен мектеп бітіріп жатырмыз ғой? Сынып жетекшіміз Майра апайға қандай сыйлық береміз? Білмедім. Қазір өзі мұғалімге сыйлық беруге болады ма? Ертең сол бір сыйлық бергеніміз үшін бәрімізді жазаға тартпасын. Жоқ, қандай жағдай болмасын, осы жолы Майра апайға жақсылап алғыс айтуымыз қажет. Қанша дегенмен осы уақытқа дейін бізді қолдап, қанша көп көмегін тигізді емес пе? Ал мен ұбт-дан сырттан жылдырып бал жинап, мұғалімдерді қуантатын боламын. Иә, осы біз Майра апайдың демалған көрмейміз ғой әйтеуір. Шауып шапқылап жүреді. Оның үстіне біздің сынып жетекшіміз және жалғыз мектептегі ағылшын пәні мұғалімі. Одан бөлек әрқайсымызға жеке жолы өміріміздегі проблемаларды шешуге көмектеседі. Иә, дұрыс айтасың. Сенбілікке шығады, бізге көмектеседі. Оқушылармен экскурсия бар, дайындық жұмыстары, ғылыми жұмыс. Жалпы осы біздің апайдың демалатын күні бола ма екен? Отбасына қай уақытта көңіл бөледі? Майра апайдікі еңбек. Осы жолы қыздар апайды күшті қып подаркаларын әперіп, көңілін көтерекші. Я, әрине. Қыздар, бірақ бетін естейтін болдық. Хореограф керек пе? Әлде өзіміз құрастырамыз ба? Не қыласың жалдап? Араларында отқан жоқ па дайын Ой, дайын биші. Ой, сен алдымен өзіңді таныстырудан бастайсың ау. Хореограф деп. Ой, мақыл. Отқанымызға 1,5 сағат болды. Балдар келмейді. Одан да асханаға барып, қарнымызды тойдырып алайық. Кеттік. Я, кеттік тыңдашы. Ал мен сенім артатын қырандарым. Ертеңгі жарысқа дайынсыңдар ма? Ой, ағай, қырандарым деген жігіттерге айтылады ғой. Қыздарға нәзігірек бір теңеу таппадыңыз ба? Ой, сендерді бір. Жарайды. Ал менің сенім артатын әппік қана аққуларым. Ертеңгі жарысқа дайынсыңдар ма? Я, ағай, негізі дайынбыз, бірақ қарсылас қалай дайындалып жатыр екен, маған сол жері қызық болып тұр. Ой, ол мектептің қыздарын танимын. Өздерінше ол жүргендермен түк те ойнай алмайтын сияқты деп естідім. Қыздар, олар жартылай финалға жеткендеріне қарағанда жақсы ойнайтын секілді. Иә, әрине. Қарсылас негізі қиын оңай болып бөлінбейді. Біле білсеңдер, спорттың мақсаты қарсыласты ұтып оны табалау ғана емес. Салауатты өмір салтын ұстай отырып, қарсыласты да құрметтеу қажет. Браво ғой, сіз осындай сөздерді күшті айташы. Негізі бар емес па, сізге кітап жазу керек қой. Ой, қыздар, біздің ағай аңыз адам ғой, ертең ақ жарыста жеңейік, мектепке ағайдың ескерткішін қоямыз. Ой, болды. Мені олай өтірік мақтамай қойыңдар. Мені қазір өтірік мақтап, ағай, жаттығу жасамай қойықшы дейін деп тұрсыңдар ғой, а? Қане, оңға бұрыл, алға жүгір. Туй емес. Жігіттер, ертең мектепте Макспен сөйлесеміз. Ерегіссе таптап өтеміз. Ай, сол ерегіске шамасы жетпейді ау. Оған 15 емес 20 салып тастайық. Мынауың жақсы идея екен. Жігіттер, керек емес. 11-де әдемі аяқтап кетейік та. Шал десе шал екенсің ғой. Данышпан болмашы. Жігіттер, айтпақшы қыздар айтқан еді ғой. Вальсті не істейміз? Қандай вальс? Ертең ағаш болып тұрамыз ғой. Мен ағаш емеспін ғой. Мен ертең флешмоб жұрт берем ғой сендерге. Беймақыл ғой, ұбыты не істейміз? Шал десе шал екенсің ғой. Жүріңдер кет. Бауыржан аға, бүгінгі жұмыс бітті. Барлық тірліктерді істеп қойдым. Біттің ғой толық? Иә. Тексермей қойсам болады ғой да?
Я тексерсеңіз де болады, барлығы өзіңіздің айтқандай. Онда боп, қайта бер. Лема аға, ақша берсеңіз. Қанша берген? 2,5 бола ма? Иә. Битейін, мен қазір 2000 берем. Аха. 500 мың ертең тексеріп болғаннан кейін қалған ақшаңа қосып бер. Болды, жарайды аға. Жақсы. Анашым. Ал, балам. Маған 2000 теңге беріңізші. Не үшін? Анау мектепке ремонтта жинап жатырмыз. Өткенде ғана жинап едіңдер ғой ремонтқа деп. Неменеге жинай бересіңдер, я? Біресе ремонтқа, біресе тақтаға, шкафқа, анаған, мұнаған. Не деген бітпейтін ақша жинау бұл? Не болды тағы? Кеше классаға перден үзіп алған еді, соған. Енді перде қосылды десейші. Жарайды, ертең мектепке өзім барам. Сонда апайыңа өзім берем. Жоқ, бермей қойыңыз. Өзім беремін. Жақсы, рахмет аға. Сау болыңыз. Жеттік. Не? Жеттік па? Осы жер ма? Осы ауыл. Бірақ Нағима әпкенің үйіне шейін такси бармайды екен. Не? Сонда қалай барамыз? Ары қарай аяққа күш қуат. Жаяу барамыз. Жаяу? Фу, шан ғой. Жолда жоқ. Иттер тістеп алсашы. Қойшы осында енді. Осы жерде адамдар бақыттағы өмір сүріп жатыр ғой. Қаласаң оңып тұр дейсің бе? Көк түтін. Ауылда рахат, таза ауа, табиғи өнім. Сосын сен ит тістеп алмайды. Сен итті тістеп алатын сияқтысың. Күлкілі. Сосын магазин кіріп шығайық. Нағима әпшенің туған күні сыйлықтар аласайық сосын, я? Я, кеттік. Қыздар, 19 рет қайталадық қой. Осы билегенімізде жетер. Осы биге дайындалғанша ертеңгі волейболға дайындалмадық па? Ертең жартылай финал. Ал біз әлі дайын емеспіз. Би билеп жүрміз. Той қыздар, осындайларыңды қойыңдаршы. Енді мен әдейі істеп жатқан жоқпын ғой. Директордың өзі айтты емес пе? Ертеңгі концертте билейтін билерің сендердің жарыстарынан маңыздырақ деп. Оның үстіне сендерді маған тапсырып кетті. Ол қандай концерт сонша дайындалатындай? Біздің мектепке шетелден адамдар келмей ме? Біз солармен тәжірибе алмасады екенбіз. Солай ма? Біздің мектепке сырттан адамдар келсе, біз оларды концертпен күштілеп тұрып қарсы алмаймыз ба? Ол біздің әдетіміз емес пе? Қыздар, ертеңгі волейболды не істейміз? Ағай барамыз деді. Барамыз ғой? Барамыз ғой? Дым дайындық жоқ. Әлде қарсыластарға флешмоб билеп береміз бе? Сен де қайдағын айтып. Күнде ойнап жүрген волейбол емес па? Ертең көрерміз. Қыздар, кәнеки, бір қайталай жерейік. Міне достар, біз ауылға келдік. Түскенімізге 15 минут болды. Уже ауылды жақсы көріп үлгердім. Таза ауа, ушусыз, ауыл тынысы. Егер де сіздерге де ауыл ұнаса, астына реакция қалдырып кетіңіздер. Ал мен туған күнге барам. Алайық, жаңа ғана шам деп алып. Енді контент сұрамас үшін сәл өтірік алдап тұру керек қой. Блогерлердің бәрі алдайды дейсің, я? Ол алдау емес қой. Оны қоя берші. Мен Нағима әпкенің үйі қайда екенін есіме түсіп кетті. Анау балдардан сұрап көрсекші. Олар біле ме екен? Кеттік сұрап көрейікші. Балдар, Нағима әпкенің үйі қай жақта? Қай Нағима? Кәдімгі Нағима. Біздің ауылда алтын Нағима бар. Оның біріншісі жоғары жақта сүт сататын Нағима. Жоқ, ол емес. Ал екіншісі Құдайберген атаның келін Нағима.
Жоқ, ол да емес. Ал үшіншісі қалаға газель айдайтын бетон көкенің әйелін ағайма. Ол емес. Төртіншісі магазинтен ағайма. Ол емес. Ал бесіншісі мектепте әдебиет пәнінен беретін ағайма. Жоқ, ол да емес. Ал алтыншысы тігіншен ағайма. Я, сол ғой. Сендер соның бәрін танисыңдар ма? Иә. Ого, супер. Нағима әпкенің үйіне қалай барамыз енді? Осыдан тіке жүріп, бірінші бұрылыстан оң жаққа қарай бұрылғандағы 5-ші үй. Ит жоқ па? Оның иті дәу, бірақ тістемейді. Болмаса жүріңдер, біз сендерді апарып тастайық. Кеттік, апарып тастаңдаршы. Мына торттың бағасы қанша? 2,5 мың. Әпке, мына тортты маған бере аласыз ба? Тек 2000 теңгем бар. Қалған ақшасын ертең міндетті түрде әкеп тастайын. Жоқ, бере алмаймын. Өтініш, әпке. Бүгін анамның туған күні еді. Бопты, жарайды. Бірақ ертең 500 теңгені тастап кете? Міндетті түрде тастап кетем. Көп рахмет, әпше. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Туған күніңізбен, Нағима әпке. Ой, рахмет, жандам. Туған күніңізбен, Нағима әпке. Мынау сізге. Рахмет, неге әуре болдыңдар? О, Айбар, Нұрай, қалайсыңдар? О, Зарик, привет. Қалайсың? Привет, Зарик, қалайсың? Әке-шешелерің аман ба? Аман. Денсаулықтар қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, иә. Таңертең Талғатпен хабарласқанымда сендер келеді деп айтпаған еді? Біздің пап сізге сюрприз болсын дегені ғой. Жарайды, қызым неге кіргізе ғой? Папалардың да жұмыс басылық қой. Өздерінің орнына біз жіберді ғой. Болды, жарайды, түсіндер үйге кіріңдер. Үйге кірейік, ішке кірейік. Қалай жағдайларың, бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Денсаулықтарың, сабақтарың. Қалайсың, Зарик? Жақсы. Үлкен қыз болып қапсың ғой. Сабағын оқып жатсың ба? Иә. Мамаң тыңдап жүрсің ба? Иә. Айтпақшы, Нағима әпке мақсат қайда? Футболға жарысқа дайындалып жүрген шығар, болмаса жұмысында. Анашым, туған күніңізбен. О, мақсат та келді. Міне. Мынау сізге, анашым. Рахмет. Рахмет. Торт. Қандай керемет. О, қалайсың, Айбар? Қалайсың, мақсат? Жақсы. Қалайсың, Макс? Күшті. Шатам, қалайсың? Жақсы. Бүгін бір керемет күн болды ғой. Рахмет, балықтарға келіп, мен бір көңілімді қуантып қойдыңдар. Осындай туған күнде керемет қып тойлайық онда, иә? Бұл не отырыс? Мен қазанға ет салайын. Қызым, сен маған көмектесе ғой. Шай ғой. Қазір. Не жаңалық жатыр? Қалай? Футболға қатысатсың ба? Өткенде жарыс деп едің ғой. Қашан болады? Ол жарыс келесі аптада болады. Айтпақшы, Айбар, ертең біздің мектепте қыздар арасында волейболдан жарыс өтеді. Барып көріп қайтсақ қалай? Ертең осы жақта қалатын шығарсың? Иә, бір күн осында боламыз ғой. Негізі, Макс, сен жақсы футболшысың ғой. Біздің мектепке қалаға ауысса, сен мектепте футбол құрамасына бірден алады. Айта салдың ау деймін, Айбар. Мен енді 10 сыныпта анамды, қарындасымды мектеп тастап қалай кетем қалаға? Әр демалыста келіп тұрасың ғой? Қайдағы жоқты айтпашы, Айбар. Білесің ғой, мен үйге ақша тауып көмектесіп жүргенімді. Мен көмектеспесем де болмайды. Бір жағынан мен қалаға барғанда не істеймін ол жақта? Қайда тұрам? Біздің үйде тұрасың. Сосын, егер спортшылар жақсы өнер көрсетіп жатса, оларға ақшалай сыйақылар беріп тұрады. Қалай қызықтырсаң да қалаға бармайым. Қалай қызықтырсаң да бәрі бармайым қалаға. Кеттік ішке кірейік. Ертеңді волейболды көруге дайындалмаймыз ба? Волейбол көруге де дайындық керек па не? Әлде ішінде сен қыз жібегінде ойнай ма? Төлеген болып шетте қолдап тұрамын десе, Нұрай мен Заринаға айтып қойма, олар мазақтайды. Қызы бар өдімді.
болып кетті өзі. Мүлдем ойнай алмай кеттік қой. Соны айтсам, кеше билегенше спорт залға келу керек еді. Осыны білгеннен кейін ба ағай бізбен бірге келген де жоқ қой. Ол не үшін келмеді? Ағай ауыр қапты. Қыздар, не болса да соңына дейін ойнайық. Не болса да соңына дейін барамыз. Ура! 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 Қалай жағдай, футболист? Жақсы өзің? А чөз сен біздің айтқанымызды елемейтін боласың ба не? Кеше неғып жиналысқа келмейсің? Кеше мен өз шаруаларыммен болдым. Сенің маған шаруаң, паруаң қызық емес екен. Ғашығын қолдау үшін жет кепсің ғой. Жаныңдағы кім? Бұл да шаруам болмасын, бұл мен туысқаным. Қысқасы Ғани, қазір мына жарыс бітсін, сосын сөйлесеміз. Кеттік Айбар. Тоқта, сен маған ақыл үйретейін дегенсің бе? Щегол? Ақыл үйретіп тұрған жоқпын. Басқасы басқа. Сен кассиягың үшін 15 мың емес, 25 мың теңге маған тауып бересің. Мен саған бір тиын да бермеймін. Ақша керек ба? Барда жұмыс істеп тап. Қайыршы болмай. Кім қайыршы? Не төбелес? Тұр! Не болмады? Сабақ қайда? Тез! Алдыма түс, директордың алдына барамыз. Тез бол! Түс сүймін саған. Бұл не масқара? Мектепте төбелес шығар. Мақсат, мен саған қашанға дейін ескерте берем, а? Ағай, мен емес, Ғани өзі бастады. Мына видеода төбелесті бастаған сенсің. Жарайды? Егер сенбесем, мына достардан сұрап көрейік. Төбелесті Ғани бастады ма? Жоқ. Ғани бастады ма деп сұрап тұрмын сендерден. Жоқ. Міне? Ғани бастамаса, демек, сенсің. Ғани, бар ана көзінді дәрігерге көрсет. Шығындар бәрі. Мақсатпен жеке сөйлесуім керек. Мақсат, өткенде де төбелес шығарып, мойындамай құтылып кеткенсің. Қашанға дейін осылай болады деп ойлайсың, а? Ағай, бұлар кішкентай сыныптардан ақша жинайды. Бермесе ұрады. Немене? Кішкентай сыныптардан ақша жинайды деймін. Ақша жинауын тоқтата ма, тоқтатпай ма? Өткенде 2000 теңге сұрады. Кеше тағы да сұрады. Бұл не бассыздық, а? Қайдағы ремонт? Қайдағы ақша? Сіз кім боласыз? Кешірім өтінем. Менің балам Болат осы мектепте 7-ші сынып оқиды. Апта сайын ақша сұрайды да тұрады. Анаған дейді, мынаған дейді, ремонтқа дейді, пердеге дейді. Түсінбедім мен. Мен күдіктене бастадым. Содан кейін ғой бірінші өзіңізге келіп тұрғаным. Мүмкін сынып жетекшісі өзіне жинап жатыр ма деп. Тоқтаңыз, асыпыңыз. Мен бәрін түсіндіріп айтамын. Біздің мектепте өзінен кіші балалардан ақша бопсалап алатын бір қораз пайда болыпты. Қазір міне сол мәселемен сөйлесіп отырмыз. Сол ақшаны алып жүрген мынау Мақсат деген бала. Не? Мен ақша алған емеспін. Осы сияқтылардың кесірі ғой мектептегі тәртіпсіздік. Менің ондай әдетім жоқ. Тоқта, сен кеше ғана магазиннен анама деп торт алған бала емессің ба? Оның үстіне ақшасын кем бердің. Оны да біреуді шырқыратып жүріп алған шығарсың сен. Оңбаған. Жоқ. Анаңа ұялмайсың ба арам ақшадан торт алып беруге? Мен ақшаны жұмыс істеп табам. Я саған жұмыс істейсің. Ұрысың сен. Тәртіпсіз. Ата-анасы не қарап отыр осындайлардың? Әке шешемді тіл тигізбеңіз өйтіп. Болды. Тынышталыңдар. Өтінемін. Сіз де сапар сақтаңыз. Бұл баланы онсыз да мектептен шығарғалы жатырмыз. Ендігәрі бұндай жағдай болмайды. Не? Мектептен? Ағай, бұлай болмайды ғой. Бұлай әділетсіз. Болды.
Ханым, сіз арызын жазып, тәрбие заводшыны өткізіңіз. Сол кісі бәріне реттейді. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Ағай, бұлай болмайды. Мен ешнәрсе істеген жоқпын. Ағай, неге маған жала жауып, мені мектептен шығарайын деп жатсыз? Бәріне өзің кінәлісің. Неге мектепте төбелес шығарасың? Жалпы, директордың баласын ұруға саған кім рұқсат берді? А? Қазір анау арыз жазылып болсын. Келесі аптадан бастап мектепке келуші болма. Болды ағай, кешіріңізші. Соңғы рет мүмкіндік беріңізші. Не? Соңғы рет деп? Қанша мәрте уәде бердің? Бәрі қайталап тұрсын. Осыдан сен мектептен шығармасам, директор атым құрсын. Бірақ ағай, мен келесі аптада осы мектептің атынан футболға жарысқа баруым керек. Болды, доғар. Қайта маған рахмет айт. Шешең ауыр түймесін деп, мектептен шығарып жатқанымызды айтқан жоқпын. Бәрін өзің түсіндіресің, бар, кет. Боссың, бар. Неге бәрін түсіндіріп айтпадың? Қош, олар не түсінеді дейсің? Бәрі бір-бірінің үстіне қабаттасып кетті ғой. Тіпті ана дүкенші апайдың өзі маған ұрысын деді. Неге сонша әділетсіз? Әлгі Ғани деген бала түкте болмады ма? Не болар дейсің оған? Ол директордың баласы. Ал менің арқа сүйер әкем жоқ. Сол үшін шығар. Жыным кеп тұр бар ғой, мектепте өрте жерсем екен. Қумашы, ақмақ болма. Оданша барлығын анана түсіндіріп айтайық. Жоқ, анамның қазір жүрегі ауырады. Өзіне ауыр қабылдап қалса қайтем. Айбар, осы мен сен мектебің ауысам ау деймін. Ең жақсы шешім осы сияқты. Мен сені біздің директормен таныстырам. Біздің директор жақсы кісі. Барлығына қамқор. Бірақ анаммен қарындасымды қайтем. Ой, уайымдама. Соншалықты алыс жеріміз ғой. Жиі келіп тұрамыз. Жарайды. Ол жағын көреміз.